Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Осы шағын видеода магистратура бағдарламасын таңдауға байланысты бір-екі кеңесіммен бөліскім келеді. Көп ретте бірінші кезекте ескеретін дүние ол оқитын мамандықтың контенті, яғни модульдерінің саны, модульдерінің негізгі мазмұны. Өйткені мамандық бірдей аталғанымен, әр университетте мамандық әртүрлі оқытылады. Екінші ескеретін дүние сол модульдерде тапсырылатын емтиханның түрі. Яғни кейбір университеттер емтиханды кәдімгі жазбаша емтихан түрінде қабылдайды, кейбіреулер презентация түрінде қабылдайды, ал негізгі басым бөлігі эссе формасында қабылдайды. Үшінші ескеретін дүние модульдердің саны. Ағылшын университеттеріндегі ерекшелік бұл магистратураның 2 жылдық бағдарламасын, мысалы айталық, Америкадағы 2 жылдық бағдарламаны 1 жылдық кезеңге сыйыстырған. Тиісінше сіздің оқитын модульдеріңіздің саны қысқа уақыттың ішінде көп болады. Сондықтан көбінде жеңілдеу түсу үшін, немесе өзіңізге ауыр жасамас үшін осы модульдердің саны да аса маңызды дүние. Сонымен қорыта келгенде, Британия университеттерін, оның мамандықтарын таңдаған кезде ескеретін 2-3 дүние бар. Олардың алғашқысы мамандықтың контенті. Әртүрлі университет әртүрлі контент ұсынады. Сондықтан мамандық таңдаған кезде сол контентке назар аударуыңыз керек. Екіншісі модульдердің саны. Тиісінше 1 жылда жүктеме көп болғандықтан өзіңізге қатысты ауыр немесе жеңіл болуын бақылау үшін сіз модульдердің санына назар аударуыңыз керек. Үшіншісі, бұл модульдердің қорытындысы, яғни сіздің бағаланатын емтиханыңыз. Алдағы уақытта Британияның білім жүйесіне байланысты өзім тәжірибеден көрген дүниелермен бөлісе отырамын. Менің әлеуметтік желідегі парақшама жазыла жүріңіздер.